Несірбек қалғалай. Бұның айласы болғанда соны не бір бұл қарапайым қазағыңды қойшы, оралманыңды қой, ана жақтан келген, өзімізден келген, өзімде сол оралманмын ғой, оралманды қой. Бұл жақтағы не бір мықтылары лесіп қасына барды ғой. Не бір мықты адамдар, енді айла емей немене, түлкі бұлаң емей немене, қаншама қазағың, ауылдағы қарапайым қазағың, соның артынан еріп, жаңағы тура жартыбастары деп шығады екенсің. Ол жартыбастары өзіңнің қазағың ғой. Мына ауылдар жыртылып айырылады қазір. Жыртылып айырылып бара жатыр. Осындай енжарлығымыз, не жерде отырамыз да пікір таласамыз келіп, сон біріміз атарға оғымыз жоқ боп шығады. Серікжанның хабарламасын таратамыз. Серікжанның ана қол астындағы ларының хабарламасын осында кеп таратамыз. Құнанбайдың, түкке тұрғысыз Құнанбайдың нелері осында кеп тарайды, қайта. Солардың аузын жабуға болатын еді ғой, егер мықты болса, өш жерде отырған нелер. Құры мына топта аштық, ешқандай өзгеріс жоқ. Қайта бар ғой, бұл топ арқылы кейбір нәрселер өршіп бара жатыр. Қазақтың арасындағы кейбір кикілжің онан ары өршіп бара жатыр. Біреудің өсегін біреуге тасу, біреудің жеке сөзін біреуге тасу. Бұл жердегі әңгіме тіпті өршіп бара жатыр. Сондықтан мықты болса, сол Серікжан бастаған оншақты бір Қытайда бір төрттік төбе деп еді ғой баяғыда. Ойбай, төрттік төбе деп әлгі Қытайдың мәдениет зортен көрісі болған кезде сонда төрттік төбе шығарған екен деп Маузудың сөйтіп айтты ғой. Маузудың өзінің әйелі бар, Жаңшың деген. Сол сияқтыларға солар шығарды, бұл қоғамды былықтырған солар деп. Міне сол жаңағы Серікжанның оншақты адамы осы Серікжанның қитұрқылығын шығарып отыр. Мына жерде күнде таласып отырмыз ғой, өз қазағымыз. Серікжан кетті айдалаға. Америкада ойбайлап жатыр, байбайлап жатыр да, соның сөзін осында кеп қоямыз, соны талқылаймыз. Ол Серікжан өз жерден кетпей тұрып, көзін құртсақ, онда жақсы болар еді. Ол кетті. Жау кеткен соң бұл қылышыңды боққа шап дедіктігі, осында отырып ап, құры әңгіме айтыстық. Оянған халық бар шығар, бірақ өте аз, ал оянғандардан, оянмағандар, онан өрши түсуде. Мына ауылға келші сен, мына Оралман көп, сен анау Түркістанда жатырсың ғой, сен Оралман көп жерге келші. Отыра алмайсың, сен Серікжан туралы бір ауыз сөз айттың ба, біттің әңгімең. Олар қарапайым еңбекші халық. Ана Серікжан сөйтіп құтқарып атыр ғой, Серікжан бүйтіп құтқарып атыр ғой. Ол анау Түркиядан ақша берем деп жатыр ғой деп алданды, Оған біз араша түссек не дейді? Жаңағы анау халық не дейді? Сендердің істеген бір істерің жоқ, құр отырып ап сөйлейсіңдер, анау бір топтарың бар, айналайын деп. Осы топтың ішінде де отыр екен солар. Айналайын, анау бір топтарың бар. Азаннан кешке шейін жамандайтындарың Серікжан, қолдарыңнан келген ештеңке жоқ. Бір жетімді қане қайсының уатып жұбаттың дейді. Ол айла емей немен енді өзің ойлашы. Мен әзір басқада топтарда отырмыншы. Сол жақта осы қазақ елінің зиялы деген жақсы сөз айтып жүрген не бір мынау желтоқсан көтерілісіне қатысқаны болсын, не бір енді мықты адамдар бар ғой. Солардың өзі Серікжанды жақтап отырады. Сол жерге кешегі өшірдегі Серікжанның салынған YouTube каналдарын сол жерде салып, Серікжанның көрілімі мен YouTube каналының астына басылған лайктерді көрсеңдер ғой. Соған қарасаң, сол топтардан белгілі. Біздің Оралман жай қазаққа сын жоқ екен дедім менше, бұлайша айтқанда сын жоқ екен, олар сенуге тиісті екен дедім. Анау кешегі желтоқсан қыздарын қандай боқтады пейік атпен шығып. Соларға араша болмақ тұрмақ, сол желтоқсаншы жігіттердің өзі кейбіреусі сол Серікжанды қолдап отыр. Мен соған таңғалдым. Мен көп топтарда бармын. Мына желік кісілер отырған, Қазыбек Иса ағамыз құрған топтарда отырмын. Көбі желік сол кісілердің. Сол жерде де қолдап отыр. Амал жоқ, ешкім үндей алмаймыз өй жерде.